алдымен осындай бағалы парақтарын таратып аламын, иә? Оны білеміз ғой, не істеу керек екенін. Яғни, әр орындалған тапсырма сайын бір дөңгелекті бояп отырамыз. Сабаққа белсенді қатысып жүрсіңдер, солай ұмыт бояу, осылай сендерді бағалаймыз, иә? Карандашпен кез келген карандаш болады, балалар. Бізде осындай викторина болады, балалар. Үшінші сұрақ бізде антоним дегеніміз не? Мұқан келе ғой. Мағынасы қара қамасы сөздер. Дұрыс сөздер, иә? Жақсы. Синоним дегеніміз не? Алихан. Дұрыс. Мағыналары бір-біріне жақын сөздерді айтамыз. Синоним деп, иә? Яғни жуас, момын, жайлы десек қай сөз жатады екен? Дұрыс. Басып қой. Дұрыс. Амоним сөздер. Так, мен оқып берейін. Қара жел түс, тыңдаймыз. Алыс қашық, салқын ыстық дейді. Әдемі. Қара жел түс дейді. Көз қорқақ, қол батыр. Мақалындағы антонимді тап. Көз қорқақ, қол батыр. Жақсы. Мағыналары дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі. Дұрыс. Синоним сөзі. Және олимпиада чемпиондары дейді. Кім деп ойлайсың? Бұл жерде бізде бекзат, саттархан, яғни Амонимдер жазылуы мен айтылуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер. Мысалы, сөз ат, мағынасы ат. Жылқына ат дейміз, адамның есімін ат дейміз. Мен атқа міндім, оның аты еші. Арнайы шұғылданатын адамды спортшы деп атайды. Олар жеңімпаздарды анықтайтын жарыстарға қатысады. Басты жарыс олимпиада ойындары. Қазақстан өзінің олимпиада чемпиондарын мақтап етеді. Жақсы. Тағы. Бокс. Я. Тағы да. Аңсар. Күрес. Күрес. Бейбарыс. Карате. Жақсы. Алихан. Мына суретке қарасаңдар, біз олимпиада жеңімпаздарын көріп тұрмыз. Яғни бұл кісілер немен айналысады екен? Қандай жүгіру спортынан олимпиада жеңімпаз болып келеді. Жүгіреді, кедергілер жолынан өтеді, иә? Соның барлығынан сәтті өткен спортшы, олимпиада жеңімпазы Ольга Шишигина екен. Қасында осындай спортшы бар екен, боксшы бар екен деген қола егері болған кісі. Яғни жас кезінде осындай спортпен шұғылданып, олимпиада жеңімпазы болып, бұл деген өте мақтаныш біз үшін балалар, иә? Сонымен Бекзат Саттархан деген кім екен? Бокспен айналысады боксшы. Ольга Шишигина, иә? Ол кісі бізде жүгіру спортпен айналысады. Біздің осындай белгілі олимпиада жеңімпазымыз бар екен. Естеріңізге сақтап жүріңдер, қазақ халқының мақтанышы сол кезден бері, иә? Қаңтардың 15-і сынып жұмысы дәптерімізді ашайық. Әр сәтте 4-5 бала алып қойыпты. Жақсы жауап беріп отыр, белсенді болып отыр. Алихан да бүгін белсенді. Жақсы, әдемі жазамыз, оқушылар. Онда бірінші мағынасы бұлшық ет болады екен, екінші мағынасы далада күнгі жауатын ауа райында қар екен. Дәулет пен Асылай екеуі бір жұп болады. Сосын Бейбарыс қасына Көзайым келеді. Еген бір жұп. Мысалы, бізде Көзайым мен Бейбарыстың тақтайшасында ары, а деген, яғни ара сөз тұр, иә? Осының дөңгелектерінен. Қазір мен мына жақтағы дөңгелектерден сондай әріптер тауып беремін екеуіне. Яғни міне а, сосын а, яғни ата сөз тұр екен. Енді қараймыз. А әріпін беремін. Одан кейін Алихан мен Алимада Қ, О, И, яғни қой сөз берген. Әріптер береміз. О, И. Әріптерді үрлеп орнына қою керекпіз.
Ya? Ya'ni üрлеп qo'yish kerak. Kimga yaxshi? Mana davlatlarga yaxshi chiqib turadi. Davlat binasi ayaqda, qo'l shapalaq. Durust. Ya'ni tuzuq qo'yish kerak ya. Men aroq ko'rdim deydi. Ya? Yaxshi. Ikkinchi. Ara meni shag'ib oldi. Ta'limda ara degan so'z bo'ldi. Ikkinchi aslay men davlatga ata degan so'z chiqdi. Men atama ko'maklashdim. Durust. Men atama ko'maklashdim deydi. Alixa, ya so'yim buraydi. Birinchi ma'nosi qanday? Men qo'y ko'rdim. Men qo'y ko'rdim. Yaxshi, ya'ni to'rt tilli jonivorni. Ikkinchi ma'no qanday so'yim buraydi? Birinchi satran qo'y ko'rdim. Durust. Aysultan bo'ldi. Berilgan ammonim so'zga ikki turli ma'noda so'ylam quradi. At birinchi so'ylam qanday bo'ladi? Avuldagi at, nesi adamning ati. Alixan o'zi o'qib beradi. Alixan? Alma, lemon, salma, krem. Ya, alma jemsning turi bo'ladi. So'ng tag'da qanday ma'nosi bor? Alma degan so'zning. Zatın zatı alma. Ya, birovning zatini alma, tispe, ya'ni Avulda savub sür. at avulda shovub yur. Yaxshi, birinchi ma'nosi ketdi. Ikkinchi ya. Mening atim Alixan. Do'stimni jingildi kuponi. Ya'ni ko'zayma sirag'i yo'q. Sözüne iki ma'noda usulgen qura. Ya, maqta so'z. Birinchi so'zni to'g'rilab qarasak bo'ladi. Uning ikkinchi ma'nosi bor bolalar. Ya'ni maqta so'zi bu yerda amonim bo'lib tur. Ya? Ikkinchi ma'nosini kim aytib ko'radi? Ko'zayim. Bugun mening atam menim maqtadim. Bizda bo'yab, ya'ni bog'lashtirmalar jazib qo'y. Aslayda bo'yabkin. Davlat. Ko'zayimda nishu? Bana hech qanday so'roq bo'lmadi, sag'an bugun jengilib ketdi. Bivarsda nishu? Yaxshi, bivarsda 8 kun saboq bivarsda bo'lmasa-ham shu, niye shu? Alimada adam. Ya, Alixanda nishu? Alixanda to'g'ri, yaxshi. Bo'lsa, nana art nafta babo taqdir. Taqdir deb bor. Davlat. Taqdir deb bor. Bivarsda keldi. Bolalar yetarsiz tushunibdimi? 21-hafta o'qishimda